Ұшу қауіпсіздігінің негізі авиациялық инженерлік қызмет. Биыл бұл қызметтің құрылғанына 33 жыл толып отыр. Осынау жылдар аралығында өзінің тарихы мен кәсіби мектебін қалыптастыра білді. Ресми құжат қабылданып, Қазақстан Республикасының инженерлік авиациялық қамтамасыз ету қызметінің негізі қаланды. Ал 2023 жылы 7 қыркүйекте Қазақстан Республикасының қорғаныс министрінің бұйрығымен номері 869 бұйрығымен бекітілді. Сол себептен биыл 3-ші жыл атап өтіп келе жатырмыз. Ең инженерлік авиациялық қамтамасыз ету қызметінің мақсаты авиациялық техниканың жарамдылығы мен ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар авиациялық техниканы ұшуға дайындау, жөндеу, техникалық қызмет көрсету деген жұмыстар қарастырылған. Бүгінде мұнда авиациялық техниканы диагностикалау мен қызмет көрсетудің заманауи технологиясы енгізілген. Әрі әскери оқу ғимаратының материалдық техникалық базасы да заман ағымына сай жаңартылып отырады. Ал мамандар үнемі даярлаудан өтіп, біліктілігін арттырып, жаңа авиациялық техникаларды басқаруды меңгеріп келеді. Әсіресе әскери әуе кемелерін басқару және оны дер кезінде жөндей білу маңызды. Я отвечаю за радиоэлектронное оборудование. Мен мұнда Ми-8 әскери тікұшағының электронды жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуіне жауап беремін. Яғни тікұшақтың техникалық қауіпсіздігін қадағалаймын. Әуе кемесі ұшарда және ұшып келгеннен кейін арнайы тексеріп, бақылау жұмыстары жүргіземін. Істен шыққан жері болса, ауыстыруға, жөндеуден өткізуге жіберемін. Біз үшін әрбір әскери ұшқыштың өмірінің қауіпсіздігі маңызды. Қорыта айтқанда, еліміздің әскери авиациясының аспанда самғауына, ұшақтар мен тікұшақтардың әрбір ұшу алдындағы мінсіз техникалық дайындығына жауап беретін білікті мамандардың кәсіби мерекесінде еңбегімен көзге түскен сала мамандары марапатталды. Айта кетейік, жыл сайын өңірдегі әуе қорғанысы күштері әскери институтын инженерлік авиациялық қамтамасыз ету мамандығы бойынша 50-ге жуық жас бітіріп шығады. Болашақ мамандар теориялық біліммен қатар заманауи авиациялық техниканы пайдалану бойынша практикалық дағдыларды да меңгереді. Нұрбол Жауынбаев, Нұрболат Қуантайұлы, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.